Армысыздар, құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамызда Қорғаныс министрлігіне қарасты әскери техникалық мектептің ауған соғысы ардагерлер кеңесі Ақмола филиалының жұмысы және тәуелсіздік жылдарындағы ішкі істер саласының жетістіктері туралы әңгіме қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебі республикалық кәсіпорны Щучинск филиалының директоры Дуанбай Қазбайұлы Ыбырай. Дуанбай Қазбайұлы, біздің студиямызға қош келіпсіз. Армысыздар. Әңгімемізді Қорғаныс министрлігіне қарасты әскери техникалық мектеп Щучинск филиалының жұмысы туралы бастасақ, жалпы мектеп қашан ашылды? Енді мынау Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебі, бұл Щучья филиалы дейді. Ол өзі 1997 жылы август айында сол ашылған болатын. Ол кездерде енді біріншіден айтсақ, олар баяғы дасап қой. Оларды әскери дайындық, ол жерде мынау категория А, Б, В, А, Б, Д, Е дейді ғой, мынау үлкен грузовой машиналар, сосын автобустар, және оған прицептер, соларды и мотоциклистер дайындалды. Көбінесе бұл әскери досап ретінде, әскерге баратын, мынау әскердің алдына баратын до призывной молодежь дейді ғой. Сол әскерге барған алдары сол шопырлыққа үйретіп, сол әскерге барғанда ол сол жерде шопыр, танкының, БТР-лардың, солардың нелесі болды, шопырлары болатын болды. Соған дайындалған болатын. Одан кейін сол 2013 жылы оны енді Щучинский филиал, сол мынау әскери Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебі болып ашылды. Одан кейін соларға программа бойынша өздерді военно-обученный резерв дейді, мынау әскерге дайындық, сол мынау 24 жастан 27 жасқа дейін оқудан кейін мынау институт бітірген, университет бітірген, магистратура бар, сосын бакалавр бар. Соларды бітіргеннен кейін 24 жасқа толған жігіттер, соларды әскерге бара алмай қалғандар, соларды 40 күн оқытып, сол 40 күннен кейін сөйлеген қолдарына сертификат беріледі. Ол 40 күннің ішінде бүкіл осы әскери бүкіл істерге үйретіледі. Сол үйретілген кезде оның ішінде біріншіден саппен жүру, одан кейін бүкіл мынау радиотехника бар, бүкіл мынау әскери құралдар бар, мынау автоматтар бар, пулемет, винтовка деген бәрін, соның бәрін, бүкіл нелерді бәрін өтіп шығады. Одан кейін сол жерден мынау АКМ-дан, АК-74 автоматынан сол жерден 100-ден артық патрон бөлініп 5 күн ішінде солардан жаттығын өткізіп, оған дейін дайындалып, содан кейін бар сол мынау гранитный, үш жерде 30 километр гранитный несінде, ауылында, сол жерде полигонда, сол жерде мылтықтан атқызамыз. АК-74-ден. Енді бір жағын айтып отырмыз ғой, бұлар енді неге десеңіз, үкімет әдейі осы кісілерді дайындатуға, неге десеңіз, көп мынау жастарымыз 24 жасқа толғандар, олар көбінесе 27 жылға көрмейді. Оқу жүргенде олар бір жылға бара алмайды. Ол оқу арасында бір айлық бір отпуск дейміз ғой, мысалы сол сияқты алып, жұмысынан бір айлық сұранып алынып, соныған әскери техникалық мектепте сол 40 күндік өсін беріп, енді сол қатардағы әскердегі қызметкер болып шығады олар. Біз бәр жағынан дайындап береміз оларды. Енді осы ашылған уақыттан бері Щучинск филиалында қанша адам оқып аяқтап шықты? Енді жылына 7 потоктан шыққан кезде 40 адамнан санасақ, где-то бір 280 адамдай жыл сайын, 280-300 адамдай солай дайындалып отырады ғой жылына. Сонда міне осы 7-8 жылдың ішінде енді санауға, где-то бір 1000-нан артық адам дайындық болды деген сөз біздің. Енді жаңағы әскери техникалық мектептің қабырғасында сарбаздар 40 күн неме айналысады? Оқу жаттығу жұмыстарын аяқтап шыққан сарбаздарға әскери билет беріледі ғой, қолдарына? Әскери біз сертификат дейді. Біз әскери бүкіл мынау сол оқудың ішінде көрсеткен бүкіл пәндердің іштерінен, солардың бәріне өткенінен емтихан сияқты беріледі. Ол емтихан жай біз өзіміз ғана алып қоймаймыз. Оның ішінде мынау қорғаныс департаменті біздің соның кісі болады. Одан кейін біздің мынау куратор ретінде мынау кадетский корпус бар ғой, Шоқан Уәлиханов атындағы Щучьедегі, Бурабайдағы. Содан кісілер келеді, комиссия арқылы, 3-4 адам комиссия солардан келіп, өздері тексеріп, сол жерден бәрі емтиханын тапсырып,
одан кейін бәріне сертификат беріледі. Сертификаттан кейін олар 10 күннің ішінде ЦОМ болады, Центр обслуживания населения дейді, сол арқылы береді да, соның орнына әскери құжаттарын алады. Енді бір тағы бір айтып кететін жағдай, ол осы 40 күндік оқуға келудің алдында олар 263.318 теңге төлейді. Оның ішінде бұған не бар, мысалы, сондағы оқытқан мұғалімдердің несі, ақылары, еңбек ақылары. Оның ішінде сосын олардың ішіндегі мынау Краснояр ауылында сол жерде біздің полигон бар. Соның ішінде жаттығулар өткізуге, оны апаруға біздің әдейі мынау автобус бар, газель машинасы бар, Валдай машиналары бар, солармен апарамыз. Соның горючий смазочный дейді, мынау бензині бар, соляркасы бар деген сияқты. Солар, сосын мынау 3 мезгіл оларға, сол оқып атқан оқушыларға 3 мезгіл тамағы беріледі. Сосын қысқы жазғы мынау киімдері, солар бәрі соларға берілетін болады. Әскери техникалық мектептің техникалық жабдықталуы, алдағы жұмыс жоспарлары туралы айта отырсаңыз. Біз жаңа айтып кеттік қой, біздің мысалы бүгінгі күні біздің әскери техникалық мектептің өзінде бір автобус, газель, Валдай бар, мынау сосын КАМАЗ машинасы, одан басқа әскери техникалық мектепте біз былтырғы жылға дейін сол мынау әскерге дайындық С категориясы дейміз, С дейін, сол мысалы БТР-ларды сосын барып мынау КАМАЗдарға, үлкендерге әскерлік дайындыққа соларды дайындаған болатынбыз. Соған қарсы біздерде мысалы жеңіл машиналар бар, соларды үйрететін, мысалы соның жүргізуді үйрету, соның правиларын, мынау бүкіл ережелердің бәрін үйретуге сондай техника бүгінгі күні бар өзімізде. Мотоциклдер бар, бір жағынан жабдық жәрі бәрі бар деп айтамыз. Кейбір конечно жетіспей жататындар болады, енді бірақ әскери құралдар бәрі жеткілікті, бүгінгі күнге жеткілікті. Туғанбай Қазбайұлы, сіз әскери техникалық мектеп директорлығымен қатар ауған соғысы ардагерлер кеңесі Ақмола облысындағы филиалдың төрағасысыз. Жалпы филиал жұмыс туралы айта отырсаңыз, облыста қанша ауған соғысының ардагері бар? Мен өзі бұл Ақмола облысының ауған соғысының ардагерлерінің төрағасы болып 13 жылдан бастап осы жерге келдім. Оның алдында Аздравин Александр Иванович деген 20 жылдай сол істеген болатын. Содан кейін ол өзінің орнын конференция өткізіп, сол маған тапсырған болатын. Содан бері міне қаншама іс-шаралар көп жұмыстар істеліп жатыр. Сол жылдары 2013 жылдары біз осы ауған соғысының ардагерлері Ақмола облысы бойынша 915 адам болатын. Осында әскерден кейін келген, осы арамызда өздері жұмыс істеп жүргендер болатын. Күні бүгін енді оның ішінен 768 адам ғана қалды. Одан да қазір азырақтау. Неге десеңіз, сол 10 жылға созылған ауған соғысында біздің осы Ақмола облысынан 1113 адам соған қатысты соғысқа. Оның ішінде 61-і қаза тапты да 3 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Енді оның сол жоғалып кеткен адамдар бүгінгі күндері әлі де ізделіп жатыр. Сол 12-ші жылды сол Алексей Зуев деген біздің бір жауынгерді сол 30 жылдан кейін тапқан болатынбыз. Ол енді мынау Борабай ауданы Щучье қаласында сол 12-ші жылы қалған мынау сүйегінің қалғанын әкеп сол жерге жерленген болатын. Енді өзі сол ауған соғысының ардагерлерінің мынау общественное объединение дейді ғой, біздің мысалы істеп жатқан жұмыс болатын болса, ақырғы осы 1-2 жылдың ішінде кішкене бәсекелеп қалды, кішкене азырақ қалды. Неге десеңіз, өзіңіз білесіз, мынау індетпен, коронавирус дейді, індет дейміз, сонымен кішкене біз шыға алмай қалдық. Ол да енді кішкене несін көрсетті, өзінің шыға алмағанымыз. Оған кейін жылына 150-160-тай сондай үлкен іс-шаралар өткізіп жатты. Оны енді жақсылап айтып кетуге болады. Оның бір жағынан жай өзіміздің ғана емес, мынау бірінші мынау қалалық, облыстық, мынау Ермек Боранбаев сияқты міне әкімдік, міне қалалық әкім ішкі істер саясаттарының қолдауымен көп іс-шаралар жасалды. Олар әрқашанда бізді қолдап жүреді. Сондықтан енді міне жуырда ғана мысалы мынау Сандықтау ауылында соның әкімнің қолдауымен ескерткіш ашылды. Соның ашылуында біз болдық. Ол енді істеп жатқан үлкен іс-шара деп айтамыз. Міне
сонымен бірге оның алдында әлгі мынау Қорғазың ауылында, ауданында сол жерге де барып келдік. Сол біздің қайтқан Ауған соғысында қайтқан жігіттің, Қызылорданың жұлдызының иегері, сол қайтқан жігіттің атына үлкен бір іс-шара қойылды. Сол жерде мынау балық аулау, қаншама 100-ден артық адамдар сол қатысты. Соның ішіне соған барып кішкене іс-шара жасап, сол марапаттау бәрін өткізіп келдік. Үлкен біз ақырғы кезде енді істеп жатқан істеріміз. Бірақ оны мен әлі тоқтамайды деп ойлаймын. Неге десеңіз, бүгінгі күндері Ауған соғысының ардагерлері көп мынау артта шыққан мынау заң жөнінде 322-ші заң 2020 жылы шыққан 6 май күні шыққан заңға кішкене біздің әлде болса біздің ойлағандай ойымыздан шықпағаннан кейін сол жағынан көп сұрақтар бүгінгі күні бізден туындап жатыр. Сол үшін мынау біздің басқа облыстардан хаттар жазылып, біздің Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына сол кісіге қолданған хаттар жіберіліп жатыр. Соған енді сұрап жатқан біраз нелер бар. Оның ішінде бірінші кезекте үй беру деген, мысалы, сосын әлгі мынау беріліп жатқан ақы, мынау пособие дейді ғой, соны 85 мыңға дейін жеткізу деген сияқты. Сонымен қатар медстрахование дейді, обязательно медицинский страхование дейді. Бүгінгі көп ауған жігіттері мынау жұмыс істемейді, 50-ден асып кетті, 50 мен 60-тың ортасында. Ол кісілерге жұмыс істемегеннен кейін мынау страхование жоқ. Мысалы, бәлнеске барып қарайынды десе, оның енді бүгінгі күні бәлнеске қарамайды. Неге десеңіз, страховкаға ақша бөлінбегеннен кейін сол жағдай не болып жатыр, сұрақ болып жатыр. Сосын ертеректе пенсияға шығуға деген сұрауымыз бар. Енді бәрібір де түйе сұрасаң артында не беретінін білмейміз, но түйе сұрағаннан сияқты. Мысалы, сол Ауған жерінде болған жігіттерге бір жылды 3 жыл ретінде есепке кіргенді сол уақытта. Кезінде 222-47 95 жылы заң шыққан болатын. Соның ішінде болған ол. Соларды енді бүгінгі күні соның бәрін қайтадан бері қарай сұрау, мысалы, отпускаға шығу, сосын 2 жұмалық отпуска кез келген уақытта сол Ауған соғысының ардагері қалаған уақытында алып, оның ақшадай соны без сохранения заработной платы дейді, заработасын қоспай бермей, жай 2 жұмалық беріп жүрген. Соны енді 2 жұмада сол ақшадай төленіп берілсе деген сондай сөзбен шыққан. Сосын мынау протезирование дейді. Протезирование, сосын ортопедический протезирование дейді. Біздің кейбір жігіттердің аяқтары жоқ, енді сондай нелерді оны 2 жылдың ішінде бір ауыстырып отыру керек. Күні бүгінде оны мысалы оған жоқ. Соған мысалы ақша жағы қалай бөлінбей жатыр. Сол жағынан көп сұрақтар біздің неткен. Мысалы берген мысалы пособиенің өзі, мысалы жұмысқа қабілеті болмай қалып, мысалы жұмыс істей алмай қалса, ол 4 айға дейін ғой. Мысалы 4 айға или 5 айға дейін созуға, или 4 ай бойы мысалы ақшаны 100% сол ақшаны солай төлеп отыруға, соған біз мысалы көп сұрақтар соны қойып жатырмыз бүгінгі күні. Сосын мысалы жылына бір рет мынау пойызбен болсын, самолетпен болсын, или бір немен автобуспен болсын, бесплатный проезд. Одан басқа мысалы пойызбен, самолетпен бір жерге барып қайту үшін майдың ішінде 1 майдан 30 майға дейін барып қайтуға тегін. Соны біз неткеніміз. Сондай сұрақтарды біз көп қойылып жатыр. Енді білмейміз қаншалықты ол бүгінгі күні өзінің несін шешімін табылады деп ойлаймыз. Сосын мынау коммуналдық бар, оның төлем ақысы, оның мысалы 50%-ға алдында болған 22-47 95 шыққан неде заңда сонда болған болатын. Соның бәрін қайтада біз орнына келсе деген сондай сұрақпен жіберіп жатыр. Енді ойлап отырамыз, біздің президент біздің жаққа қарай бетін бұрып, кішкене болса бүгінгі күні сол біздің мынау Отан соғысынан кейінгі өкшелерін басып келе жатқан Ауған соғысында болған 10 жылға созылған Ауған соғысының ардагерлерінің бүгінгі күні өз ардагерлеріңді сыйламасаң, келе жатқан ұрпақ бізге қарап, олар қалай өзінің отанын қалай сүйеді. Мысалы бүгінгі күні біз алдында Отан соғысында болған біздің әкелеріміз мысалы болды, ағаларымыз болды, енді аталарымыз болды. Соларға қараған кезде, соларға қарап өстік. Ол айтып отыратын өмірдің қандай тәтті екенін, қалай олай Берлинге дейін барған бір шеті, соны айтып отыратын.
күні бүгінде енді біз айтып отырған кезде ертең бізге қарап жастар өседі ғой. Біздерге көмек бермей жатқан болса, ертең үкіметін кім қолдайды, кім ертең соны қорғайды. Сол ғой бүгінгі сұрақ біздікі. Енді бұған дейінгі сұхбаттарыңыздың бірінде ауған жерінде қаза болған жаңағы жауынгерлерге арналған ескерткішті жаңарту жұмыстарын қолға алғандарыңызды айттыңыздар. Осы туралы айтып өтсеңіз, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл бірінші рет қойылып жатқан сұрақ емес. Бұл енді осы Ермек Боранбаевичтің алдында Мұрзалин болған. Оның алдында сол кезінде біз сол мынау ескерткіштің жанында бәріміз жиналып, сюжет телевидение бар, архитекторлар бәрі бар. Сонда бір сұрақ осыны көтерген болатынбыз. Сол сұрақ енді бүгін тағы да сол өзінің несін тауып отырмыз. Сұрағымызды көтеріп отырмыз қайтадан. Шын айтқанда, соны Ермек Боранбаевич өзінің сөзін берген болатын. Сол мынау ескерткіш сол кездерде енді сол 95-ші жылдары салынған кезде ол кішкентай ғана, енді кішкентай деп айта алмаймыз. Енді азырақ былай онша нетпей қалды. Неге десеңіз, жанында үлкен, жаңа ғана отырғызған ағаштар бүгінгі күні жанында үлкен 3-4 этаж, 5 этажның деңгейінде болып өсіп кетті. Онымен қатар жанында бір жағынан үлкен біздің мешіт салынды. Одан кейін мынау қаламыз көркейіп өсіп баратыр. Жан жағынан залым үлкен 9-10 этаж үйлер салынып жатыр. Соның ішінде қараған кезде, біз өзіміз жай былай байқап отырмыз, көбінесе мынау әсіресе мынау ауған соғысының ардагерлерінің немерелері, балалары үйленіп жатыр, соның басына барып гүлшоқ қойып жатады. Сол кездерде қарап, жан-жағына қарап тұрады. Қандай міне, сол жерде мысалы тағы да үлкендеу былай биіктетіп, кішкене де болса оған тағы да бір композиция қосып, сол істесе деп оймен сонда біз Бурабай Мәраміш, мынау Әлиев сол кісіге өзіміздің жолдауымыз жіберген болатынбыз. Ол кісі күні бүгін соның эскизін бәрін жасап жатыр. Біз енді Ермек Боранбаевичпен сөйлескенде айтқан, дұрыс, біз әрқашанда маған Боранбай Қазбаевич, сізді әрқашанда біз қолдаймыз. Тем более біз бүгінгі күні сол өздеріңіз ағаларды бізді қолдамаңыз, кімді қолдаймыз деген өзінің аузынан шыққан сөзі бар да. Соған қарап енді кішкене де болса біздегі сұрап жатқан жағдайымыз бар. Сол енді өзінің шешімін табады ғой деген тоже ойымыз сондай. Енді өскелең ұрпаққа патриоттық, отансүйгіштік бағытта тәрбие беру мақсатында жастар мен оқушылармен жиі кездесесіздер ме? Жалпы жастардың патриоттық бағыттағы көзқарасы, ойлары қандай? Бүгінгі енді қалай айтсақ болады, бүгінгі жастар өте тәрбиелі де, өте сондай бәрі де тәрбиесі жақсы, оқуы да жақсы. Бірақ бір кішкене ақауы бар, олар енді көбінесе компьютермен мынау ненің алдында, телефонның алдында сол отырып қалады да, көбінесе мынау спорт жағынан жоқ. Спорт жағынан көп қатыспайды да, сосын барып өзі мен мынау 40 күнде келіп жатқандарын көріп жатырмыз ғой. Соның ішінде енді мынау біз әсіресе көбінесе мынау спортқа көп немізді аударамыз, көңіл аударамыз ғой. Сол кездерде мынау турникке тартылу деген бар. Сосын жүгіру бар. Соның ішінде көп нәрселер бар ғой. Соның ішінде мынау турникке тартылған кезде кішкене сол жағынан өздерінің былай спорт жағына кішкене аз көңіл бөлінетіні көрініп қалады. Соған ойлаймыз, бүгінгі жастар кішкене көбінесе де көп үйінде отыра бермей, мынау көбірек далаға шығып, сол нелетсе деп, сол мен кішкене соған көбірек те өздерінің көңіл бөлсе деген оймен. Бірақ былай қарасақ, бүгінгі біздің жастар өте сондай грамотный дейміз ғой, сондай міне жақсы бәрін білет, көп нәрсені білет. Енді былай айта кетсек, мынау әсіресе мынау ақпан айының басында, мынау 7 май, 9 майлардың арасында сол жерлерде біздегі көп мынау школдарда, мектептерде до призывной молодежь дейміз, соларға приписной свидетельство, солар құжат құжатын береміз. Сонда берген кезде біз көп солармен кездесулер жасаймыз, көп отырыстар болады. Мысалы, өзіміздің мынау жаңада айтып кеттім, мынау ауылында сол жерде біздің полигон бар. Соның ішінде әскери патриоттық клубтармен, сол жерде бірнеше клубтарды сонымен кездестіріп, солармен үлкен шаралар өткіземіз. Сол жерде неше түрлі сайыстар өткіземіз. Жүгіруден, мылтықтан ату, одан кейін мынау автоматтың разборка жасап тастау, оны жинауы, сосын сондайлар көп қой. Мысалы,
сондай. Сосын мынау спорттың неше түрлері, жүгіру, одан тартылу, мынау канат тарту бар, көп жұмыстар бар. Солардың бәрінен үлкен іс-шаралар өткіземіз. Дуанбай Казбайұлы, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет айтамыз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.